Апам емессің ғой. Спайк, ертең көктемнің бірінші күні. Понивилияның барлық тұрғыны тазалық жұмысын бастайды. Қане, маған көмектесіп жіберші. Тазалық дейді ғой. Оны кім жасап жүр екен? Контрлоттағы сиқырдың көмегімен маусымды өзгерте салмай ма? Жоқ, Спайк. Понивилияда бұрыннан жер понилері тіршілік етеді. Олардың сиқырды пайдаланбағандарына 100 жылдан асты. Бұл дәстүр. Сиқыр жоқ. Бұлар қызық екен. Ал қарайық, мойын орағыш бар, ер тоқым бар, аяқ киім бар. Оянып маған көмектескісі келмей жатқан Спайк, ол да бар. Бәрі сақадай сай. Мен дайынмын. Ал енді алға. Ой, әлі ерте екен ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Қыстың соңғы күні. 11-ші бөлім. Қызық, Рерити қандай кеудеше дайындап қойды екен? Көк ауа райы тобына, жасыл өсімдік тобына, қоңыр жануарлар тобына. Маған қандай кеудеше берер екен? Мен көк кеудешемді алам. Ол менің жамылғыммен түстес. Мені шақырып жатқан сияқты. Спайк, Спайк, келіп ұйықтай ғой. Әлі ерте. Таң атпай осы жерге жиналған понилерге алғысым шексіз. Қыспен қоштасу үшін бізге әр понидің көмегі қажет. Бәріңді топқа бөліп, кеудеше таратып бердік. Енді тазалық жұмысын былтырғыдан да жақсы атқарып, қысты шығарып салайық. Спайк, қандай керемет! Ал енді понилер, әр топқа басшы тағайындап, жұмысқа кірісіңдер. Ай, мен не істеймін? Қай топты таңдаймын? Понилер не істейді? 3 ай қарлы қыз болып, демалдық бәріміз. Жылы үйімізден шықпадық, қар болды сәніміз. Азық түлік таусылып қалды, жыламады әлі күн. Сәнді етігімді жүрмін ғой әлі шеше алмай. Көктемді қарсы алайық, жайнасын жер жүзі, ән шырқатып салайық, көмекке келейін. Пайдамды мен тигізейін, понилер еңбегіне, сиқырымды қолданбасам да, сүйенер көмегіме. Күн жылыйды, қыс кетеді, көп өткен көктем келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді, көктем бізге келеді. Құстар ұшып келеді, жайнайды айнала, қалың бұл ыдырайды, күні жарқырап, қарды ертеміз, бұлттарды қуамыз, Әсем гүлдей жайнаймыз, жаттанамыз. Күн жылыйды, қыс келеді, көп өткен көктем келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, құстар ұшып келеді, құстар ұшып келеді. Жылынып жердің беті, тіршілік жанданды, Оянып жан-жануар, көктемге қамданар. көмектесемін мен саған, тазалап үнді, сағындым мына құстарда, көңілді күндерді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көп күткен көктем келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді, көктем бізге келеді. жер жүзін біз тазалаймыз, егуге дән дайын. Күн шуақ шашқан кезде, бастаймыз бәрін, алмаса біз барлық жеміз, саналуан өсем гүл, бәрі еңбекпен келеді. Осыны біліңдер, күн жылыйды, қыс кетеді, көп өткен көктем келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді. Күн жылыйды, қыс кетеді, көктем бізге келеді, көктем бізге келеді. Жолымды таба аламын ба, көңілім толқиды,
солардай бола аламын ба, көмектес алам ба? Сыйқырымды пайдаланбай ақ қарапайым болам, достарыммен бірге болам, барымды салам. Жылыйды қыз кетеді, көктем келеді. Жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Көктем бізге келеді, көктем бізге келеді. Барлық пони топқа бөлініп кетті. Ал мен сонда қайда барам? Ал, достар, қане жұмысқа кірісейік. Рейнбоу Дэш. О, Тойлайт, қалың қалай? Не істеп жатырсың? Топ мүшелерін қыста ұшып кеткен құстарды қайтаруға жіберіп жатырмын. О, мен де көмектесем қайтеді. Мүмкін аспанды бұлттан тазарта алармын. Қанатым жоқ екен-ау. Ренжіме, Тойлайт. Жарайды. Енді не істеймін? Сені білмейм. Ал өзім біраз мызғып алсам деймін. Жүр, Спайк. Бұл маңызды шаруа. Қысты дұрыстап шығарып салуымыз керек. Оған мен де үлес қосуым керек. Қолымнан келгенше. Рерити, өтінем, маған да жұмыс берші. Саған көмектескім келеді. Жарайды. Паневилиядағы ең әдемі құс ұясын жасауға қалай қарайсың? Құстың ұясы ма? Иә, оңтүстіктегі құстар осында келген кезде оларға жұмыртқа басып балапан шығаратын ұя керек. Мәссаған, Рерити, мұна ұя өте әдемі екен. Көп рахмет саған. Өзің ұя тоқып көргің келмей ме? Мен бе? Әрине, неден бастайын? Міне, мына жерден сабан мен сұлы ал, және бұтақты да ұмытпа. Енді бәрін мынаған сал. Иә, лентаны ал, жоқ ол емес. Мынаған сал. Абайла. Иә, осы да жетіп қалар. Қап. Міне. Сенікіне ұқсап қалды. Қап. Мына ұяны ешкімге көрсетпеу керек. Спайк. Еш нәрсе етпейді. Бәлкім оны құстар. Қора жасар. Спайк. Бәрі дұрыс. Тек шеттері жуан болып қалған. Қане мен көмектесіп жіберейін. Мына ленталарды шешеміз, бұтақтарды алып тастап, пішінін өзгертсек. Оған керек емес сияқтымыз. Міне осылай. Мәссаған, Пинки Пай, қандай керемет. Сен талай нәрсе істей алады екенсің ғой. Рахмет, Тойлайт. Конькимен бала кезден сырғанаймын. Қарашы, оп-оңай. Мені көлге сол үшін жіберген шығар. Конькимен көл бетіндегі мұзды сызып шығамын. Сонда ауа райы тобы осында келгенде мұзды жару оп-оңай болады. Табылған ақыл, қалың мұз ери бастаған кезде сызық бойымен сына бастайды. Жұмысың бастан асады екен ғой. Паневилияда көл дегенің өте көп. Соны айтсаңшы, Тойлайт, маған көмектескің келмей ме? Мен бе? Әрине, конькиңді киіп ал. Қолыңнан келетін шығар. Жарайды. Алақай! Негізі, айтқым келгені. Не айтпақсың? Көмектесіп жүрген өзің ғой. Қане сырғана. Абайла! Ей! Ой, жоқ! Керемет болды, Тойлайт. Өзің жақсы сырғанайды екенсің ғой. Тойлайт, алғашқы сынаққа бұл да жаман емес. Мен де алғаш мұз айдынға шыққан кезде дәл сен сияқты сырғанаған шығармын. Рас па? Жоқ. Бірақ жеңілдеп қалдың ғой, иә? Иә, солай сияқты. Меніңше сен мұз үстінде емес, қара жерде жүруің керек. Таптым. Сен Флаттершайға барып көмектессең қайтеді. Иә, мен аңдардың тілін табалам. Соғын барып көмектесейін. Абайла, Тойлайт. Иә! Қане, ояныңдар күндерім. Қыста жайлы ұйықтап жақсы түс көрген шығарсыңдар. Енді ояну керек. Көктем келді.
Ой, қандай сүйкімді. Иә, оның рас. Бұл менің ең сүйікті жұмысым. Қысқы ұйқыдан кейінгі сүйікті жануарларымды көріп қуанам. О, қысқы ұйқы деген не? Білесің бе, бұл ұзақ ұйқы. Ұзақ ұйқы? Иә. Ояныңдар, алтындарым. Кейбір аңдар күш қуатын сақтап аз тамақтану үшін қыста ұзақ ұйқыға кетеді. Маған қысқы ұйқы ұнап қалды. Бірақ аз тамақ жейтіні жаман екен. Ой, мына індер мен апандарға қараңдаршы. Көктем келгенше бәрін оятып үлгермейтін сияқтымын. Онда мен саған көмектесейін, Флаттершай. Рас па? Онда тіпті де керемет болар еді. Жақсы. Ал, бастайық. Сәлем. Қайда болсаңдар да, ояныңдар, балақайлар. Көктем келді. Маған қызық, мен қандай сүйкімді аңды ояттым екен, а? Жылан! Жылан! Қайырлы таң, достарым. Ой. Қыспен қоштасып, көктемді қарсы алу, айтуға ғана оңай екен. Дұрыс айтасың, өйткені сиқыр жоқ. Спаркл, сен неге сиқырыңды қолданбайсың? Жоқ, Спайк. Бізде дәстүрді сақтауымыз керек. Паневилияда қыспен қоштасу үшін ешқашан сиқырды пайдаланбаған. Өйткені сен бұрын мұнда тұрған жоқсың. Өзің ойлап қараш, сен көмектессең, олардың жұмысы Жоқ жеңілдей. деген соң жоқ. Мен достарыма сиқырсыз-ақ көмектесудің жолын табам. Қане, итер! Міне, осылай. Жұмыстарыңның ауыр екенін білем, бірақ сендер мықтысыңдар. Яху! Сәлем, Эпплджек. Жұмысың қалай? Бәрі ойдағыдай. Аздап қиын болғанымен тырысып жатырмыз. Егер мына қардың бәрін тазалап бітпесек, биыл жер жыртып дәнек алмаймыз. Көріп тұрсың ғой. Дұрыс. Саған көмектесейін. Бірақ, білмеймін, Туайлайт. Маған мүмкіндік берші. Жарайды, көмектен ешқашан бас тартпаймын. Бірақ... Өзің ойлаш, сен көмектессең, олардың жұмысы жеңілдей. Әлде сиқыр қолдансам бекен? Жарайды. Мәссаған, ол өзі мықты екен ғой. Жарайсың, ақылымды тыңдапты ғой. Түсінсем бұйырмасын, бұл не өзі? Ақырын! Ақырын! Ай, ақырын! Не болып жатыр? Не білдірдің? Сиқыр қолдандың ба? Мұның не, Туайлайт? Сиқыр қолдандың ба? Айтасың ау, солай ойлайсың ба? Туайлайт, олай істеуге болмайды. Әсіресе менің фермамда. Иә, мен... Ал мен болсам... Болды, қош енді, Туайлайт. Мен бәрін білдірдім. Бірақ сенің қолыңнан көп нәрсе келеді ғой. Тек ұя жасай алмайсың, сырғанай алмайсың, аңдарды оят алмайсың, қар тазалай алмайсың. Иә, Спайк, қолдау көрсеткеніңе рахмет. Сенің жаныңда сол үшін жүрмін ғой. Рэмбл Дэш, топтарың жердегі және ағаштағы қарды тезірек ерітуі керек. Түсіндің бе? Құп болады. Тоқтай тұр.
Іннен шықпаған аңдарды қар басып қалады ғой. Жарайды. Айттым ғой саған, Рейнбоу Дэш, қарды тез арада еріт. Жоқ, сәл күте тұршы. Жарайды. Баста! Тоқта! Баста! Тоқта! Баста! Тоқта! Той! Басым қатып кетті ғой. Оу, Эквестрияда неге сонша шу шығарып жатырсыңдар? Былтырда осындай даудың кесірінен көктемді кеш қарсы алып едік. Оның алдында да дәл солай болған. Үлгермедік дейме? Қалайша? Сөзіммен сендерге шабыт беріп, былтырға қарағанда жақсы еңбектенер деп үміттеніп едім. Бірақ биыл былтырғыдан да кешігетін сияқтымыз ғой. Мына сұмдыққа қараңдар. Көлдегі мұз дұрыс бөлінбеген. Оны ерту мүмкін емес. Ұя жасаушы үлгірмей жатыр. Бізге жүздеген ұя керек. Алдайым болғаны біреу. Аспандағы бұлттар мен ағаштағы сүңгілер жайлы еш нәрсе айтпай-ақ қояйын. Бұл бізді жақсылыққа апармайды. Ал біз дән сеуіп үлгермесек, өнім жинай алмаймыз. Ойымдамашы, Эпплджек. Біз қарды ертіп жібереміз ғой? Жоқ, болмайды. Аңдарды асықпай ояту керек. Эпплджек? Оу, не болып қалды? Карамель дәндерді тағы жоғалтып алды ма? Иә. Дитсиді оңтүстікке барам деп байқамай солтүстікке ұшып кетті. Былтырғысынан сабақ алмаған ба? Былтыр оңтүстікке ұшам деп батысқа қарай кетіп қалған еді. Енді не болады? Қане тоқтатыңдар. Дауласып тұратын уақыт жоқ. Күн батайын деп қалды. Көктем тағы кешігетін болды. Ал сендер әлі дауласып тұрсыңдар. Ұйымшыл болмағандарың қандай өкінішті. Спайк, тізім жазатын дәптеріңді алып келші, тез. Құп болады, ханым. Мені тыңдаңдаршы. Сен деймін. Кешір. Бәрің жұмысты уақытында аяқтағыларың келеді. Бірақ дауласып түк бітіре алмайсыңдар. Бізге ұйымшылдық керек. Ал ұйымдастыру менің ғана қолымнан келеді. Сен алар емеспін. Көктем өз уақытында келді. Саған алғысым шексіз. Twilight Sparkle, егер сенің көмегің болмағанда. Иә. Мұны бәріміз бірге істедік. Сен барлық топқа көмектестің. Саған арналған арнайы кеудешеміз бар. Сен ұйымдастырушы атағына ие болдың. Тіпті не айтарымды да білмей тұрмын. Бәріңізге рахмет. Өз құзыретімді пайдаланып, қыстың уақытында аяқталғанын жариялаймын. Алақай! Мұздың соңғы кесегі еріген кезде Спайк таң қалатын шығар. Иә.
ханшайым. Қыспен қоштасу мен үшін Понивилиядағы ең ерекше оқиға болды. Бұл жағдай маған әр понидің ерекше қабілеті бар екенін түсінуге мүмкіндік берді. Егер сабырлы болсақ, қабілетімізді көрсете алады екенбіз. Татулық пен бірліктің арқасында понилер талай істі тындырып шықты. Ал қалай болды Спайк? Спайк? Спайк!